Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге пәтер деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Видеоны соңына дейін тыңдап, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Біреу ыңырсығандай ма, шырт ұйқыда жатқан Амантай селк етіп оянып кетті. Көзін ашса, үйдің іші тас қараңғы, әуелі түк түсінген жоқ. Манаурап ұйқылы ояу жатты да қойды. Әдетте оң қол жақта алақандай терезе болушы еді. Түнде сол терезеден бозарып болмашы жарық білініп тұратын. Енді бозамықтанған жарық та жоқ, терезе де жоқ. Жым-жылас, біреу терезені тас қып бітеп кеткен сияқты. Сынық сүйем сызат білінбейді. Ойына әлгі бір ыңырсық үн оралды. Құлақ төсеп бір уақ тың-тыңдап еді, қайтып естілмеді. Бұның оянғанын сезіп қалғандай ыңырсуын саптыйыпты. Әлде түсі ме? Бірақ түске ұқсамайды. Осы жаңа ғана құлақ түптен ап-анық естілмеп еді. Иә, біреу ыңырсыды ғой. Дыбыс шыққан жаққа қарай батылсыз қол созып еді. Алақаны жұп-жұмыр жалаңаш кеудеге тиді. Қасында бір көрпе астында тұла бойы қорғасындай балқып мәдемі жатыр. Түк те сезер емес. Дем алысы білінбей алаңсыз ұйқыға кеткен. Амантай қыздың ып-ыстық кеудесінен қолын алғысы келмеді. Кеудесінің тып-тығыз екенін көзі көрмесе де алақаны сезіп жатыр. Ұйқы шайдай ашылды. Тәтті бір құмарлық 62 тамырға жайылып, алды-артына қаратпай дуылдатып ала жөнелсін. Томпиып ұйқы құшағында жатқан мәдемеге қарай аударылып түсіп, жұп-жұмыр қос анарға тұмсық тақап еді, сүт иісі бұрқырап қоя берді. Өзім біреу қоярда қоймай бауырына қарай екемдеп әкетіп бара жатқасын қызда шошып оянып, қапелімде қайда жатқанын, кіммен жатқанын ұқпай, көңілі үркіп жастықтан басын жұлып алды. Сонысына бірақ өзі ұялып жігіт құшағына құлап түсті. Бірін-бірі жаңа көргенде кенеше қадалып ұзақ сүйісті. Ақыр аңсарына жетіп тынған олар басы кеткен жаққа аяғы кетіп ұйқыға бара жатыр екен. Тағы да сол ыңырсыған дауыс. Әне енді тіпті ап-анық естілді. Қатты жәбір көрген, соған жаны күйген адамның күрсінісі. Бәсеңсір емес, қайта бұның жүйкесін қасақана шығарта түскісі келгендей үдеп барады. Тап бірге ірге тұста әлде аяқ жақта ма екен. Амантай басын шалт көтеріп тың-тыңдай қалып еді, әлгі бір ыңырсық дауыс пышақ кескендей саптыйлы қалды. Енді ол мойны талғанша жастықтан көтеріп алған басын төмен түсірген жоқ. Бірақ ыңырсық дауыс қайтып естілмеді. Қой бұл түс болды деп ойлады ол көрпені кеудесіне қарай тартып жатып. Бірақ бір нәрсе түске қайта-қайта ене берген несі екен? Мәдемеге қарай қолын созып еді, алақанын қыздың жұп-жұмыр анары қарып түсті. Ол бұл жолы шошып оянған жоқ. Ұйқылы ояу былдырлап, жалаңаш білегін созып, жігіт бауырына өзі кіріп жатыр. Кірпігі кірпігіне айқасқаны сол екен, әлгі бір ыңырсыған үннің тағы естілгені. Құдай-ау, көз ұйқыда, көңілі ояу Амантай біресе тым алыс қыр астынан талып жеткен, біресе жақыннан дәл іргеден ап-анық естілген мазасыз үнге еріксіз құлақ түріп, қимылсыз қалды. Ыңырсық үн осымен 3-ші рет естілгенін санасы сезіп жатыр. Астапыралла, әлгі бір кезде байқамапты. Ыңырсып жатқан басқа емес әйел адам. Қыздың даусы. Әне тағы да естілді. Қатынсыраған әңгүдік біреу о бейшараны еркінен тыс ұйпалап, жапырып бара жатқан сияқты. Байқұс қыз бұлқынып қарсыласуға да дәрмені жоқтай. Қолынан бар келгені кеудесін езіп жаншыған неменің қорлығына шыдамай ыңырси беру. Соны өз құлағымен ап-анық естіп жатқан Амантайдың да Құданың құдіреті тілі байланып қалыпты. Тырп етерге қауқары жоқ. Тұла бойын суық тер жуды. Ал әлгі бір бейшара қыз, жаңағы ыңырсу ма, ол енді булығып жылай бастады. Өзіне де өміріне де разы емес біреу. Көкірегі толған өкініш, қыжыл мен күйініштен жүрегі қарайған бір мұңлық. Адамды әрі-сәрі етіп қойған немене бұл? Түс пе, өң бе? Неге жылайды? Не көрінді оған? Ол ма-ау? Бұныкі не? Жүрегі қысылып бас айналды. Буын-буыннан әлкеткен кеудесін көтеруге зар болып сүлелеп жатыр. Шыбын жаны кеудесінде емес сияқты. Иә, өзі де біртүрлі өлке ұқсап барама қалай, бойында түк күш жоқ. Әлгі бір тұншығып жылаған қыз, бейшара ой, өкпесі өштау. Өзін-өзі ұзақ қинап тілінің ұшын әрең қозғады. Бісміллә деп шамасы келді соған. Сол-ақ екен, тарс жұмған көзі ашылып кетті. Сол-ақ екен бейшара қыз, жаны жай тапқандай кенет тым-тырс бола қалды. Бұның көз жанарында ыстық жас іркіліп тұр. Бозарып таң атып қалған екен. Бөлме ішіндегі қараңғылық сейіле бастапты. Қасында
бері қарап қырымен жатқан қыз мүсіні байқалады. Бұл жолы Амантай ол жаққа қол созған жоқ. Төсектен сыпырылып түсті де аяғын сүйрете басып қуықтай дәлізге бет алды. Құлағында тұншыға жылаған қыз даусы. Азанғы шайын апыл-ғұпыл ішкен Амантай жұмысқа асығыс аттанып кетті. Мәдемі алғашқы түннің балдай тәтті ләззатын бірге татқан жігітті көзбен ұзатып салып қуана күлімсіреп тұр. Ол тезірек кеш түссе екен, Амантай жұмыстан тезірек оралса екен деп тіледі. Амантайдың да ойы сол. Бірақ бүгін күннің тас төбеде тапжылмай тұрып алғанын жалғыз Мәдемі ғана аңғарған шығар. Уақыт тұсаулаттай кібіртіктеп жылжымай қойғасын білек сыбанып аядай бөлмені жинауға кірісті. Есік-терезенді сабынды сумен ысқылап жуып еді, кірден арылған әйнектен ішке шуақ құйылды. Қара қотырланған еденде бұрынғы сарғыш бояуын тапты. Қуыс-қуыста шаң бөгіп тұр екен, сыпырғыш ұшына тұқымы құрысын не нәрсенің бәрі ілігіп жатыр. Түфу, кәпірлер, шошқалар жиркенбей қалай тұрған деп бұрынғы тұрғындарға кейіп мұрнын тыжырайтты. Тек аяғының астында орындық қойып, төбедегі люстраға қанша созса да қолын жеткізе алмады. Сонан соң күйеуінің алдынан дәмді қып тамақ пісіріп қояйын деп күлімсірей күбірлеп асханаға тартты. Осылай деу жанына жағып көңіліне ұнап барады. Қызық деп жымың ете қалды сосын. Кеше ол басқа да менді, енді бүгін күйеуі. Амантай табалдырықтан аттай бере қуықтай үйде жанға жайлы шаттық орнай қалғанын сезіп ет жүрегі елжіреп сала берді. Қаланың қарбаласқан тірлігін көтере алмай шиыршықталған жүйкеңді әп-сәтте жайма шуақтандыра қоятын дәл мынандай бақытты бұрын-соңды бастан кешіп көрген емес. Бұны әр кеште қаңыраған бос бөлме сұп-суық боп аяздай қарып қарсы алушы еді. Сонда орыс қожайынның адыра қалғыр ескі сарайынан безіп кеткісі келетін. Бірақ қайда барады? Бұған пана бола қоятын біреу бар ма екен осы қалада? Жоқ қой, жоқ. Іргеге тақау қойылған үстел үстінде қашан көрсең қатып семген көгерген ас қалдықтары ат көпір болады да жатады. Біреудің жаман кепесін удай ақшаға жалдап алуын бұл жалдап алғанмен бар рахатын көртышқан мен қара шыбындікі. Төсегі торай аунағаннан жаман, өмірі жиналған емес, жиналса айына жылына, онда да пәтер ауыстырғанда ғана. Алматыға көшіп келгеніне міне 3-ші жыл. Осы 3 жылда бұл өзі қазан көтеріп ас пісіріп десеңізші, үйден ыстық ас ішуге өзінің де еті өліп кеткен. Ал бүгін бәрі басқаша. Асхана жақтан айрықша бір хош иіс бұрқырап, жанға жайлы жылы леп есіп қоя береді. Өзі жап-жас, өзі сүйкімді әйел заты ып-ыстық құшағын жайып кеп мойынға асылып, қуана қарсы алып жатқаны мынау. Келіншегін лып еткізіп жеп-жеңіл көтеріп алды. Түймесін ағытып, қос өңірін айқара ашып жібергенде кеудесіне бұлтиып біткен қос анар жарқ етіп көрініп көзін қарықтырды. Жап-жарық қой. Мәдемінің даусы былдырлаған сәбидің өлі сияқтанып естілді. Пердені жапшы. Амантай қазір тіпті тілалғыш баланың нақ өзі. Жүгіріп барып пердеге жармасты. Қасын керіп көзін жұмған келіншек қайдан біліп қойғанын қайдам, қараңғы емес қой деп еркелей тіл қатты. Ұяласың ба? Ұялам. Ұят қой, қарамашы. Қарамайым, міне мен де көзімді жұмдым. Мәдемі жігіт салмағын сезінген сайын өн бойын от кеулеп бара жатқанын аңғарды. Тас боп қатып ұйықтап қалған екен, ыңырсып жылаған дауыс құлаққа тағы да түрпідей тигені. Бөлме іші бүгінде қап-қараңғы, елегізіп құлақ түрді. Тым-тырыс сағаттың әлсіз тырсылы ғана талып жетіп тұр. Әлгі бір жылаған иә, осы жаңа ғана өз құлағымен ап-анық естіді ғой. Оянып кеткені де сонан емес пе? Енді неге тыйыла қалды? Неге? Әлде құлағыма шулаған? Осы үйде бір пәле бар деп ойлады бір мезет. Жын шайтан бар. Маңдайдан сұп-суық тер бұрқ ете қалды. Саусақтары арбиған қорқынышты бір қобыжық ебедейсіз қимылдап, төсек үстіне төбеден төніп келгендей. Төніп кеп екінші түн бүйірін қыздырып жатқан жас келіншекті әй-шәй жоқ қойыннан суырып әкетпек сияқты. Бісміллә, кет, пәлекет. Демнің арасында санасына ұялап үлгерген үрейден әрең айықты. Басы қаңғырып, дәл кешегідей бүгінде ұйқы қашты. Әлде қабырғалас көрші әйелмен жылаған, әлде ұйқысырап жатқан Мәдемі болмағай. Осы бір қалаға тұяқ іліктірген соң әр істің басын шалып жүріп белді бір мекеме бастығын таситын шобырлыққа әрең қол жеткізіп еді. Мазасыз жұмыс екен. Таңның атысы күннің батысы өмірі таусылып бітпейтін сарт-сұрт жүріс. Бастықта тыным таппас беймаза біреу.
біресе ана мекеме, біресе мына мекеме. Құдай оны да зар қақтырып табаны жерге тигізбей қойған. Ол тыныш таппаған соң, жазған құлда дамыл бар ма? Сонан қашан іңір түскенше тағы сол ала шапқын сарт-сұрт жүріс. Үйге кірпігі қимылдап сүлелеп жетеді. Кешкі ас суын ішер-ішпестен төсекке сүре құлайды. Сондай бір түн ғой, қараңғы көшемен жүйткіп келе жатқан тұғын. Кенет жан ұшырған біреу көшеге жүгіріп шыққаны. Бұл тежегішті басып үлгерді ме, үлгермеді ме білмейді. Әлгі біреуді қағып кеттім бе деген үрейден тұла бойы шымырлап жуық арада өзіне өзі келе алған жоқ. Ал анау бас салып есікке жармасты. Көзді ашып жұмғанша лып етіп жанына отыра кетті де: «Ағай, жүріңіз, жүріп кетіңізші», деп зар еңіреп жылап қоя бергені. Қараса сұмдық-ай, біреу дегені бойжеткен қыз, анадан жаңа туғандай тыржалаңаш. «Жүріңіз ағай, жүріп кетіңіз, ағай, ағатай, құтқара көріңіз». Әңгіменің бірінші бөлімі. Назарларыңызға рахмет.